Сәлем баршаға, бүгін сіздерге шпинаттан дайындалатын панкейк еудің рецептісін ұсынатын боламын. Ең алдымен жұмыртқамызды және тұзымызды ағарғанша блендердің көмегімен араластырып аламыз. Шпинатымызды саламыз, бұны да жақсылап араластырамыз, езіп аламыз. Бал саламыз, бұны да бір араластырып аламыз. Және бананымызды және сүтті құйып, тағы да бір араластырамыз. Ұнымызға разрыхлителді қосып, жаңағы дайын болған сұйықтықты құйып араластырамыз. Сұйық май қосамыз, жабысып қалмау үшін. Бұны да жақсылап араластырып, қызып тұрған табада пісіріп аламыз. Екі шетін қызарғанша пісіреміз. Жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Сіздермен болған мен Айзада.